Бүгінгі тақырып еркекті төсекте қалай қызықтыруға болады. Мына жерде бірнеше фактор айтайын. Бірінші фактор өз-өзін еркін босанып сезіну. Қысылмай, ұялмай, қарым-қатынасты орнату. Себебі сіз өз-өзіңізді ұят, қысылып тұрсаңыз, әрине еркісі бұны сезеді, және жыныстық қатынас соншалықты ашық, еркін болып қалмайды. Кішкене сол кезде сіз қаншалықты өзіңізді ұстайсыз, соншалықты төсек қатынаста да өз-өзіңізді төсек қатынас осындай болады. Сол үшін бұл жерде енді мен түсінемін, бұл қиын, оңай емес, бірақ бұны орнатып, уақыт өте келе, сіз ашылып бастайсыз. Бұл өте маңызды ең бірінші фактор. Екінші өте маңызды фактор бұл өз-өзін күту, денені күтіну, тазалық, гигиена, және де жақсы таза болу және жақсы иіс болу керек сіздің. То есть жуыну, күтіну, денеңіз, шашыңыз, бет күтіміңіз. То есть полностью сіз таза, ухоженный дейді ғой, сол ухоженный әйел болуыңыз керексіз. То есть өзіңіз сол жағынан өте маңызды. Жарай ма? Күнделікті мысалы, мүмкіншілік болса, душ алу, мысалы, төсек қатынас алдында жақсылап жуыну. То есть ең жақсы постоянно осы бір таза күтінетін бір күтініп жүру. Бұл екінші фактор. Үшінші фактор бұл түрлендіру. Мына жерде енді түрлендіру жолдарын қарастырсаңыз, ер кісімен сөйлесу керек, себебі әр ер кісілер әртүрлі. Кейбіреу бір нәрсені ұнатады, кейбіреу бір нәрсені ұнатпайды. Түрлі болуы мүмкін, сол үшін сіз оның жолын табуыңыз керексіз. Сөйлесіп, сұрасып жүру, мысалы, соны. Енді түрлендіру жолдарына келсек, қандай бар? Мына жерде сексолог ретінде айтып жатырмын, қандай жолдары бар. Біріншісі бұл, мысалы, массаж түрлері. Мысалы, массаж жасау, бір түрлері бар массаждың. Екіншісі бұл қолмен жасалынатын техника, мануальный дейді, оны мысалы ер кісіні қызықтыру үшін. Үшіншісі ол мысалы ауызбен жасалынатын қатынас. Мына жерде қазір келеді, болмайды, ұят, анау мынау. Достар, мен сексолог ретінде сізге айтып жатырмын, жарайды? Жарай ма? Мына жерде анау мынау маған айтпаңызшы, мен сексология тарапынан сізге айтып жатырмын, мындай жолдары бар. Кім жасайды, соны жасайды. Мысалы, мен айтып жатырмын, сондай да болуы мүмкін, қызығушылықты түрлендіруші, сол қызықтыру үшін. Және де секс-шоп дүкендерде алатын ойыншықтар, түрлі нәрселер. Соны, кстати, сіз екеуіңіз де алуыңыз боласыз, қызықтыру үшін. Мынаны қарастырайық. Біріншіден сөйлесіңіз. Слушай, мынандай бар екен, саған қызық па, қызық емес па, ол айтады. Я қызық десе, одавай қарайық, мынандай қарай, мынан. То есть оны уже екеуіңіз сөйлесіп қарайсыз, Қазір онлайн түрлі секс-шоп бар, мысалы. Так, төртінші фактор бұл киім, іш киім. Іш киім әдемі болу керек, өз-өзіңізге ұнау керек, өз-өзіңді еркін әдемі сезіну. То есть сексуальны өзіңізді сезінетін іш киім керек. Сіз өзіңіз оны мысалы секс-шоп дүкендерде немесе іш киім дүкендерде де тауып алуға болады, арнайы. Мына жерде өзің талғамыңызбен де немесе күйеуіңізден де сұрауға болады. Мысалы, саған қандай ұнайды? Қандай түрі саған ұнайды, мысалы, Или сіз, мысалы, енді екі жолы бар. Или өз-өзіңіз, немесе күйеуіңізден қайсысы ұнайды деп сұраңыз. Көресіз, енді өз күйеуіңізге қарап, енді әркімнің күйеуі әртүрлі. Мына жерде енді ең бірінші, енді сіз өзіңізге ұнау керек, ладно, достар, ең бірінші. Және ең соңғы фактор, бұл да бір түрлендірудің жолы, және де өзін еркін сезіну. Бұл кішкене төсекте қызығушылықта танытып, бірдеме мысалы, бұл енді ұнау керек сізге, өз-өзіңізге. Сіз өзіңізді мысалы билегенде, мысалы, кейбір әйелдер билейді, мысалы, ер кісінің алдында. Себебі ер кісі бұны ұнатады. Енді әркімге, ең бірінші қыздар, қараңыз, әйелдер, қыздар ғой енді. Қаншалықты сізге билеу ұнайды. То есть себебі жалпы биге келсе, көп әйелдер өзін еркін сезе бастайды. Бұны да қарастырыңыз. Бұл да қызықтыру мүмкін. Ең бірінші, сіз өзіңізді қалай сезетініңізді, өз-өзіңіз күшті сезсеңіз, онда ер кісі де соны
қабылдай алады да, соны қалай айтады, чувствует дейді ғой, сезеді соларды. Енді бәрін айтсақ да, түгел бүкіл факторларды айтсаң, ең бастысы әрине бұл өз-өзін еркін ұстау, да, то есть ашық болу, еркін сөз босаңсу, бұл ең басты. Екіншісі бұл дене күтімі. Таза жүріп, жақсы иіс болу керек. Бұл екі басты екі факторлар. Басқа факторлар, түрлендіру жолдары, іш киім, билеу, түрлі андай қызық нәрселерді істеу, бұл енді өте жеке. Кейбіреуге тіпті ұнамауы мүмкін, кейбіреуде өте ұнауы мүмкін. Мына жерде өте қарастыру керек. Жарай ма, достар? Ең басты факторларды айттым. Пікір қалдырыңыз, Инстаграм парақшама жазыңыз. Кері байланыс болса, бұл өте қуанышты боламын. Рахмет, сау болыңыз.